Енді қатерлі ісікке ем іздеп шетел асудың қажеті жоқ. Дертті емдеудің заманауи әдісі протондық терапия елімізде де қолжетімді. Орталық Азияда тек Қазақстанда қолданылатын инновациялық технологияның ерекшеліктері жайлы Назерке Өтеген тарқатады. Протондық терапия қатерлі ісікті сәулемен емдеудің заманауи әдісі. Қазақстанда бұл технология былтыр ұлттық ғылыми онкологиялық орталық базасында іске қосылды. Мұнда инновация әлемнің 25 елінде ғана қолданылады. Орталық Азия бойынша әзірге тек Қазақстанда қолжетімді. Негізінде бұл технологияны енгізу өте қиын болып есептеледі. Сондықтан да бізге бір жылдан асам уақыт кетті. 3 ай бойы бізбен бірге Южная Кореядан ұлттық онкологиялық центрінен мамандар келіп, біздің қасымызда бірінші пациентті алды. Осы терапияны іске асырды. Өзге әдістерден ерекшелігі протондар ісікке дәл бағытталады. Айналасындағы сау ағзаларға әсері аз. Бұл әсіресе ми ісігі мен балалардағы онкологиялық ауруларды емдеуде маңызды. Орталықта процедураға арналған 2 бөлме бар. Мұнда әр науқасқа жеке емдеу тәсілі таңдалады. Құны қымбат болғанымен қазақстандықтарға протондық терапия мемлекет есебінен тегін көрсетіледі. Опухоль головного мозга. Күнде келеміз ғой, мысалы, аптасына 5 күн. Орталықтың ашылып жатқаны әрине жақсы. Мұның ішінде негізі жақсы бәрі, ем бәрі қабылдауы. Бұған дейін қатерлі ісіктен арылу үшін пациенттер Еуропа, Қытай мен Оңтүстік Кореяға баратын. Қазір 150-ден астам қазақстандық әлемдік деңгейдегі емнің шарапатын елімізде көріп отыр. Оның 5-еуі бала. Назерке Өтеген, Бақтияр Рзаев, Қазақстан ұлттық арнасы.